Қарыз берер кезде және алар кезде мына әдептерге мән беріңіз. Кей кездері материалдық тұрғыдан қиналған сәттерімізде жақындарымыздан, достарымыздан қарыз алып жататын кездеріміз болады. Кейде өзімізде қарыз береміз. Дінімізде қарыз алу мен қарыз беру жауапкершілікті талап ететін дүние болып есептеледі. Қарызды алудың да, берудің де өзіндік ережелері мен әдептері бар. Ендеше біле жүріңіз. Қарыз беруші ол ақшаның немесе заттың жаман істерге, ішімдік, құмар ойындары және тағы басқаларға жұмсалатынын біле тұра беруге болмайды. Екіншісі, ақшаңыз бар болса, біреу сізден отбасын асырау үшін қиын жағдайда тап болғанда сұрап келсе, міндетті түрде беріңіз. Үшіншісі, ақшаны пайызға беруге тыйым салынады. Төртіншісі, кейін қиындық тумау үшін куәгерлер болғаны дұрыс. Егер сома қомақты болса, нотариуске жүгінген де артықтық етпейді. Бесіншісі, қарыз берудегі бір ғана мақсат шын ниетпен сол адамға көмектесу болу керек. Алтыншысы, қарызды кәмелетке толмағанға, балаларға және ақыл есі кем адамдарға беруге болмайды. Қарыз алушы. Біріншісі, қарызды тек аса мұқтаж кезде ғана алу керек және де ол ақша пайдалы істерге ғана жұмсалуы тиіс. Екіншісі, қарызды қайтаратын күнді білмей тұрып, пәлен күні берем деп уәде бермеу керек. Үшіншісі, қарызды алғанда оны қайтара алатындай жұмысыңыз немесе басқалай кіріс көзіңіз болуы тиіс. Төртіншісі, қарызды келісілген уақытта дәл сол соманы бір тиын да кем қылмай қайтаруы керек. Бесіншісі, қарыз алушы көмектескен адамға рахметі ретінде қарызынан бөлек сыйлық жасай алады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қарыздарыңды әдемі қайтаруға тырысыңдар деген. Алтыншысы, қарызды алып, оны қайтармай қою күнәға жатады. Оның жауабы өте ауыр болмақ. Кешіктіру зұлымдық жасаған болып есептеледі.